Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Қазақша контентті қолдап, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен бүгін борщқа және сорпаға заготовка дайындайтын боламын. Ең алдымен қызылшамызды, сәбізімізді және тәтті бұрышымызды жуып тазалап, осылайынан үккіштің майда көзінен өткізіп аламыз. Одан кейін тәтті бұрышымызды да майдалап турап аламыз. Осылайынан дайындап қойсаңыздар, өздеріңіздің уақыттарыңызды алмайтын боласыздар. Енді дайын болған көкөністерімізді осылай пакеттерге бөліп салып қоямыз. Осылайынан сорпаға дайындап салып қоямыз. Ішіндегі артық ауаларын шығарып, орап, морозильникте сақтайтын боламыз. Және де дәл осылай борщқа да бөліп салып қоямыз. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар.